Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен бауырдан жасалатын торт дайындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тортты жасау үшін бізге 1 кг бауыр, 3 жұмыртқа, 90 грамм ұн және дәміне қарай тұз бен бұрыш қажет. Бауырды жақсылап жуып болғаннан кейін блендерда немесе мясорубкада майдалаймыз. Тауықтың немесе сиырдың бауырын пайдалансаңыз болады. Әдетте біз бауырды қуырдаққа салып жатамыз, бірақ онша желінбейді. Ал егер осы рецептпен жасайтын болсаңыз, балалардың өзі сүйсініп жейді. Мінекей осылай нәзік болып шығады. Енді 3 жұмыртқамызды және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай бұрыш қосамыз. 90 грамм ұнды салып, қасықпен немесе миксердің көмегімен бір текті масса болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай нәзік блинчиктің қамыры сияқты болып шығады. Сковородкамызды майлап, отты ең жоғарғы көзіне қойып, бір тегіс қып қамырды жайып шығамыз. Отыңыздың шамасына қарай әр жағынан шамамен 2-3 минуттай уақытта піседі. Осылай қалған барлық бөлігін пісіріп шығамыз. Ал енді арасына жағатын салманы жасауға кірісеміз. Кейбір жерлерде соус деп те атайды. Пиязды барынша майдалап, көбік қылып тураймыз. Ал сәбіз бен чеснокты терканың ең кішкентай көзінен өткіземіз. Мінекей қажетті ингредиенттердің бәрін дайындап алдық. Енді қуыруға кірісеміз. 30 мл сұйық майды сковородкаға құйып, жақсылап қыздырып, көкөністерді қуыруға кірісеміз. Менде негізінен антипригарная сковородка. Егер сізде бұндай болмаса, майды шамалы көбірек құйыңыз. Сливочный масланы да пайдалануға болады. Көкөністерді қуырып жатқан кезінде үстінен аздап тұз салып отырсаңыз, жақсы сөл бөледі. Сәбізімізді, чесногымызды және зеленді барлығын салып, шамамен 10 минуттай қуырамыз. Бауырдың негізінен адам ағзасына пайдасы өте көп. Оның құрамында жүйке жүйесін, көздің көруін, иммунитетті жақсартатын витамин А, витамин В12 сияқты пайдалы элементтер бар. Сол себепті арасында осылай дайындап, отбасыңызбен бірге жеп тұрыңыздар. Ал егер холестериніңіз жоғары болатын болса, аздап жегеніңіз дұрыс. 100 мл су құйып, бетін жауып, 15 минутқа ең төменгі отқа қойып қоямыз. Мінекей біздің салмамыз дайын, енді ыдысқа салып, бөлме температурасында суытамыз. Суыған салманың үстіне 250 мл қаймақ қосамыз. Негізінен рецепт бойынша майонез қосады. Ал мен асқазанға қатты ауыр болмасын деп, майонезді қаймақпен алмастырамын. Бұлайда негізінен дәмі өте жақсы болып шығады. Енді әр қамырдың үстіне шамамен 1 ас қасықтай салманы салып, осылай бір-бірінің үстіне торт секілді жинап шығамыз. Мінекей тортымызды жинап болдық, енді әсемдеуге кірісеміз. Ол үшін 1 помидор мен укроп қажет болады. Укропты алдын ала жуып, кептіріп қойыңыз. Сонда әсемдеген кезде бір-біріне жабысып қалмай, әдемі болып шығады. Қалағанымызша әсемдеп, шамамен 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Достар, мінекей витаминдерге толы мінекей тортымыз дайын. Менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.